Ақтар деген ATF3 деп жүреді. ATF3 қаралар деген D5 деп жүреді. D5. Ақтар деген B3 деп жүреді, және қаралар C5 деп жүреді. Енді сіздер ақтармен ойнасаңыздар, қандай жүріс жасар едіңіздер? Маған ұнамай тұр, неге бұлай көрсетіп тұр? Мен қалай жасасақ болады? Маған ұнамай тұр, өйткені қазір көрейікші, мынандай бір дұрыстап көрсетіп тұрған жоқ мынаны. Бұлай көрсетем ме? Аха, міне бұлай дұрыс болады, міне. Бұлай дұрыс болады, өйткені мынандай бір несі бар екен ғой. Дұрыс емес. Егер де сіздер ақпен ойнасаңыздар, қандай жүріс жасар едіңіздер? Так, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Аха. Болды. Кеттік. Қандай жүріс жасайсыздар? Өйткені бұлай түсінікті болады. Мысалы, патша мына жерде тұр, уәзір мұнда тұр, ат мұнда тұр, және қандай жүріс жасайсыздар. Бұл ақпен Магнус Карлсон ойнайды, ал қарамен Вишванатан Ананд. Магнус Карлсон бұл енді 16-шы әлем чемпионы, ал Вишванатан Ананд 15-шы әлем чемпионы. Екі рет екеуі кездесті, осындай бір партиясы болған, енді қандай жүріс жасар едіңіздер? Пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Сіздермен бірге осыны бірге талқылаймыз. Менікі естіп тұр деген ойдамдай тұр. Соң ұсыныс жоқ сияқты ғой, я ұсыныс бар болса, мен айта көрер едім оны. Қарап отырмын, ешкім ештеңе айтпайды. Жақсы, онда өзім айтайын. Бұл жерде Магнус Карлсон сарбазды негізгі орталыққа қойды. Шахматтағы өте күрделі, өте қиын әдістердің бірі ол сарбазды құрбан ету. Бұл өте қиын және күрделі өнерлердің бірі. Қарсылас деген алады, алғаннан кейін енді қай жерге барамыз деген сұрақ туындайды. Егер де ақ фигуралар ойнасаңыздар, қалай ойнар едіңіздер? Сіздердің ұсыныстарыңыз. Немесе мен қиын және күрделі партия таңдадым ба деген сұрақ туындайды, немесе сіздер жақсы, ешкім әзірше ештеңе айтып жатқан жоқ, ештеңе жазып жатқан жоқ. Мен өзім көрсетейін. Сол жақтағы атты шығару, иә? Мына атты шығару, егер де былай жүретін болсаңыздар, онда сарбаз сіздің атыңызды алып кетеді. Атты негізгі орталыққа қоятын болсаңыздар, атты негізгі онда уәзір D4 деп жүреді. Сіздің мына тураңызға шабуыл жасайды, және мына атқа шабуыл жасайды. Сонымен мынаны талқыладық, ат C3 деген жүрісті, атты негізгі орталыққа апару дегенді біз деген талқыладық. Енді қандай тағы да ұсыныстарың бар? Иә, өте дұрыс, атты G5-ке қойған өте дұрыс. Атты G5-ке қойасыздар да, және мына сарбазға шабуыл жасайсыздар. Қарсылас деген ATF6 деп жүрді, мына негізгі орталықтағы сарбазды қорғады. Қандай келесі ұсыныстарыңыз бар? Қазір бір минут. Енді қандай жүріс жасаймыз ақпен? D3, аха, піл C4 өте тамаша. Пілді C4-ке қою өте тамаша шешімдердің бірі. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына қомағалар қатарындағы сарбазға шабуыл жасау. Мына F7-дегі ат шабуыл жасап тұр, және пілде шабуыл жасап тұр. Амалсыз қарсылас деген E6 деп жүреді. Амалсыз E6 деп жүреді, өйткені мына пілдің жолын жабу керек. Енді ақтар деген ат C3 деп жүреді. Ат C3, қаралар деген ат C6 деп жүреді. Ақтар деген рокировка жасайды.
ақтар рокировка жасайды, және қаралар піл Е7 деп жүреді. Піл Е7, ақтар деген піл Б2 деп жүреді, енді қаралар рокировка жасайды. Енді сұрақ туындайды, сіздер деген қандай жүріс жасар едіңіздер? Мысалы, дәл қазір осы жерде қандай жүріс жасар едіңіздер деп қам ғой. Көрейік қандай ұсыныстарыңыз бар. Бәрі көрініп тұр деген ойдамын. Мысалы, былай жақындатып көрсетуге болады. Бірақ бұлай болады, жоқ, былай қойғанымыз дұрыс болатын шығар. Уәзір H5. Егер де уәзір H5 деп жүретін болсаңыздар, уәзір H5 сонда қарсылас атпен сіздің уәзіріңізді алып қояды. Қиын жағдайға тап болуыңыз әбден мүмкін. Енді бәрі көрініп тұр деген ойдамын енді. Бұл жерде енді керемет студия емес қой, студия болса мүмкін жақсы болады. Егер де уәзірді H5-ке қоятын болсаңыздар, онда ат деген сіздің уәзіріңізді алып қояды. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Бұдан басқа, уәзір H5-тен басқа. Дұрыс, өте дұрыс. Мына негізгі орталықтағы сарбазды алу. Атпен негізгі орталықтағы сарбазды алдыңыздар, қаралар бұны алды, бұлай алды, енді сіздер бұны ақпен алдыңыздар. Енді қаралардың бір басты шешілмеген мәселесі бар. Ол мәселесінің аты мына C8-дегі піл. Мына C8-дегі пілді іске қосудың амалымен қарсылас деген E5 деп жүреді. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына B2-дегі пілдің жолын жабу және болашақта мысалы пілді F5-ке шығару болады. Енді Магнус Карлсонның жүрісін ойлап табыңыздар. Егер де бұлай тура E1 деп жүретін болсаңыздар, онда қарсылас емін-еркін пілді F5-ке қояды және оның жағдайы жақсы болады. Енді болашақта студияда жазамыз бұндай тікелей эфирлерді, шахмат тақтасы мүмкін бұдан да жақсы көрінетін шығар. Дәл қазір енді барымыз осы. Егер де тура E1 тағы да ескертем, қарсылас деген піл F5 деп жүреді, жағдайы жақсы болады. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Егер де мысалы ақпен сіздер ойнаған кезде, мысалы бұл жерде ақпен Магнус Карлсон ойнап жатыр, ал қарамен Вишванатан Ананд, 15-ші және 16-ші әлем чемпиондары. Ханның алдындағы пешканы шығарамыз. Бұл жерде бұлай жүруге болады, бірақ өкінішке орай 2 тор F4 және H4 деген 2 тор деген әлсеп қалуы мүмкін. Тағы ұсыныс бар ма? Атты G3-ке қойға болады. Атты G3-ке қойға болады. Мына жердегі мүмкіндік бермеу. Әрине, бірақ қарсыластың бұл жерде мысалы пілді бәрібір E6-ға қойға мүмкіндігі бар. Әрине, жағдай онша емес болады, бірақ сонда да піл деген мына жерде тұрғанша ол деген мына жерде тұрғаны әрине абзал болады. Жақсы, бұл енді күрделі партия, қиын партия. Сол себепті бұл жерде басқа шешім қабылданды. F4 деген шешім қабылданды. F4. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына пілдің, B2-дегі пілдің жолын ашу, мына сарбаз оған кедергі жасап тұр ғой. Сол себепті мына сарбазбен оған кедергі жасап тұр. Шабуыл жасайды. Қарсылас алды және тура F4. Енді байқасаңыздар, біздің турамыз жаңа ғана былай тұратын бол. Турамыз былай ғой, оны сарбаз жауып тұр. Дұрыс қой, жауып тұр. Енді бұл тура кеткеннен кейін сіздің турамыз өте белсенді болады. Мына пілдің мүмкіндігін шектеу үшін қарсылас деген атты D4-ке қойды.
атты D4-ке қойды және мына пілдің жолын жабуға тырысты. Және келесі жүріс пілді E6-ға қойылысы кеп тұр. Бұған қалай бөгет жасаймыз? Егер де атпен G5-ке баратын болса, онда қарсылас пілмен бізді алып алады. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Егер де ақ фигуралармен ойнасаңыздар, сіздер қандай жүріс жасар едіңіздер? C5. Егер де былай жүретін болсаңыздар, атпен C5-тегі, онда піл деген сізді ала салады. Егер де сіздер C3 деп жүретін болсаңыздар, C3 деп. Бұл жүрістің әрине сіздер атқа шабуыл жасайсыздар, бірақ қарсылас деген ең еркін атпен шегінеді және сіздің піліңіздің мүмкіндігі шектеліп қалады. Өйткені піліңіз мына сарбазға қарайтын болады. Сонымен қандай ұсыныстарыңыз бар? Бұдан басқа қандай ұсыныстарыңыз бар? Мүмкін енді әрине қиын өте күрделі партияны таңдаған сияқтымын. Соған байланысты адамдар қиналып жатыр. Немесе кешкісін адамдар деген көбірек қолдары бос, ал енді күндіз сағат 11:55-те ондай мүмкіндік жоқ сияқты. Дұрыс айтасыздар, уәзір H5. Уәзір H5 өте тамаша жүрістердің бірі уәзір H5. Біріншіден сіздер деген мына F7-дегі торға шабуыл жасайсыздар. Уәзірмен, турамен және пілмен сіздер деген үшеуіңіз мына F7-дегі торға шабуыл жасайсыздар. Міне уәзір 1, тура 2 және піл 3. Бұны қорғайтын тек қана бір кім бар? Тура бар және патша бар. Қарсылас амалсыз G6 деп жүреді. Өйткені мына уәзірдің жолын жабу керек. Онлайн сабақтың бір кемшілігі әрине, ол адамдар деген мына жасанды интеллект немесе мықты бағдарламаларды пайдаланады. Бұрын мысалы бұндай тікелей эфирде адамдар деген өзінің миымен жұмыс істейтін, ал қазіргі таңда адамдар басқа бір арнайы бағдарламаларды қолданады да және өздерін осымен пайдаланады. Неге мен мысалы онлайнда ұнатпай ойнағанды? Өйткені сен қарапайым енді кәсіби деңгейі өте керемет емес, сен өзің танымайтын адаммен ойнаған кезде олар деген мына бағдарламаның күшін пайдаланады. Мысалы Stockfish немесе басқа да мықты бағдарламаларды қолданады да сені ұтып алады. Сол себепті мен көбінесе онлайн ойнамаймын. Сонымен қандай жүріс жасаймыз? Егер де ақпен ойнасақ, біз деген қандай жүріс жасауға мүмкіндігіміз бар? Сонымен ешқандай ештеңе хабарлама жазылған жоқ, жарайды. Мен үнемі айтатын нәрсе орталық және тағы да рет орталық. Бұны біз деген ұмытпауымыз керек. Уәзірді негізгі орталыққа орналастырды және болашақта әрине қарсыласқа осындай шабуыл жасаудың амалы. Дәл қазір ат деген мына C5-тегі сарбаздың көзін жойғысы келіп тұр. Өйткені осының арқасында егер де мынаның көзін жоятын болсақ, онда мына D4-тегі де аттың жағдайы қиындап кетуі мүмкін. Қарсылас B6 деп жүреді және мына C5-тегі сарбазды қорғайды. 1 қорғау және 2 қорғау. Енді сіздердің қандай ұсыныстарыңыз бар? Мысалы сіздер ақпен ойнасаңыздар, қандай жүріс жасар едіңіздер? Мынаны біз қарадық. Уәзір D5-ті қарадық. Уәзір H5-ті қарадық. Піл A3-ті қарадық. Неге бірден? Мысалы, мына жерден, егер де сіз бірден алатын болсаңыздар, онда піл сізді алып кетеді. Ондай мүмкіндік жоқ. Өйткені сіз уәзіріңізден айырыласыздар, ал қарсылас бар болғаны пілден ғана айырылады. Сол себепті біз негізгі орталыққа келдік. Негізгі орталыққа келді және қарсылас B6 деп жүрді.
сарбаз А3, егер де сарбаз А3 болатын болса, онда сіз қарсыласқа ешқандай шабуыл жасамай, сол ең еркін пілді F5-ке қоя салады. Ешқандай қиындық жоқ. Тағы қандай ұсыныстарыңыз бар? АТФ6 тамаша жүрістердің бірі, мысалы АТФ6, онда қарсылас піл F6 және тура F6 деген варианттар болуы мүмкін. Бірақ Магнус Карлсон бұл жерде басқаша жүрді. Піл D5 деген жүрістерді тамаша жүрістердің бірі, мысалы бұлай сіз на А8-дегі кімге тураға шабуыл жасайсыз. Оның бәрі түсінікті, бірақ қарсыластың мысалы бұл жерде піл F5 деген жүрісі бар, мысалы піл D7 деген жүрісі бар, мысалы піл E6 деген жүрістері бар деген сияқты. Басқа да мүмкіндіктер бар деп отқаным. Бірақ піл D5 өте тамаша жүрістердің бірі. Тағы да бір ескертем, біріншіден сіздер мына жерге шабуыл жасайсыздар. Содан кейін, егер де мына жерге шабуыл жасағаннан кейін, тағы да уәзірмен мына E7-дегі пілге де шабуыл жасайсыздар. Бірақ Магнус Карлсон ірі қомақты бір дүниеге ұмтылып тұр. Ол деген тура А және F1-ге барды. Ол енді батарея деп аталады. Батарея 2 тура деген мына F7-дегі сарбазға шабуыл жасап тұр, және C4-дегі де осы жерге шабуыл жасап тұр. Енді қарсылас амалсыз піл E6 деп жүр. Амалсыз піл E6 деп жүр, және мына F7-дегі торды қорғау керек, бар күшімен. Енді егер де ат G5 деп жүретін болсаңыздар, онда қарсылас деген піл G5 деп сіздің атыңыздың көзін жоюы мүмкін. Тағы қандай ұсыныстарыңыз бар? Дұрыс айтасыз деген. Егер де пілді D5-ке қойып, пілді E6 қойсақ, онда піл A8-дегі тураны алады. Ол дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз, онымен толығымен келісем. Дұрыс айтасыз. Піл E6. Піл E6 біз деген болсындай жүріс жасауымыз керек. Өйткені ат E6 деген әрекет жүзеге асыруға мүмкіндік жоқ. Өйткені сізде деген уәзір H8 деген мат қоясыз. Мысалы, егер де ол былай алатын болса, онда байқасаңыздар, мына уәзір тұр, мына жерде піл тұр, бұны батарея деп атайды, және уәзір H8 мат болады. Сол себепті амалсыз қарсылас деген мына біздің пілімізді сарбазбен алады. Соның арқасында жағдайы жақсы болады. Енді не істейміз? Піл E6 дұрыс. Енді не істейміз? Енді қандай шешім қабылдаймыз? Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Бұл жерде дұрыс, бұрыс деген әңгіме жоқ. Әрбір адамның өзінің кәсіби деңгейі бар, және өнерді үйренде жирендеп бекер айтпайды. Соған байланысты бір қатты қысылудың қажеті жоқ. Міндетті түрде өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің пікіріңізді жазғаныңыз дұрыс болады. Дұрыс айтасыздар, турамен тураны аламыз, және қарсыласқа шах жариялаймыз. Шахтың 4 түрі бар. Ол тік жолмен, көлденең жолмен, қиғаш жолмен және Г әрпімен жүруге болады. Әрине патшамен алуға болмайды. Өйткені мына жерде тура тұр. Сол себепті амалсыз ол деген пілмен алады. Піл F8. Енді не істейміз? Егер де сіз піл D4 деп жүретін болсаңыздар, онда уәзір D4 шақтылады да, амалсыз уәзірлерді айырбастауға тура келеді. F7 мына жерге келуге мүмкіндік жоқ.
егер сіз турамен F7-ге келетін болсаңдар, патша деген F7-ні ала салады. Ат F6, өте дұрыс. Ат F6 шах. Бұл атты 8 аяқ ат деп атайды. Өте қауіпті аттардың бірі. Амалсыз патша деген H8-ге барады. Патша H8-ге барады. Ары қарай не істейміз? Ат H5 жақсы жүрістердің бірі. Мысалы, атты бұлай жүруге болады, бірақ патша қайттан G8-ге қайтып келеді. Үлкен жетістікке жетеміз деп айта алмаймын. Өйткені тура F8-ге уәзір F8 болады. Тағы қандай ұсыныстарымыз бар? Біз қарамыз, біз ақпыз. Егер де ат D7 болатын болса, ол жақсы жүрістердің бірі, бірақ патша G8 деген әрекет жасаймыз. Егер де ат F8, уәзір F8, тура F8 болады, соңын біз деген үлкен жетістікке жете алмаймыз. Тағы да қандай ұсыныстарымыз бар? Біз ақпен ойнаймыз. Егер де ат G8 болатын болса, ат G8, онда ол деген атты ала салады. Бұл жерде осындай мүмкіндіктер бар. Дұрыс айтасыздар, атты E8-ге апару керек. Сонда ғана сіздер деген жақсы шешім қабылдайсыз. Енді патша G8, амалсыз басқа мүмкіндік жоқ. Келесі қандай жүріс жасаймыз? Тура F8 деп жүретін болсаңыздар, онда патша F8 болады. Уәзір G7 және патша E8-дегі аттың көзін жояды. Естеріңізге сала кетейін, мына жерде уәзір тұр. Егер де көрінбей жатса, уәзір мұнда тұр, ат мұнда тұр. Мына турамыз бар біздің, тамаша турамыз бар. Және мына патшаның да жағдайы онша емес. Уәзір F7. Бұлай жүретін болсаңыздар, онда қарсылас мына E8-дегі атыңыздың көзін жою мүмкін. Уәзір F4 деп жүрсеңіздер, ол да мына аттың көзін жояды. Ат F6 біз бұл жерде болдық. Өткен қарсылас емін-еркін мына жерге бара береді. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Жақсы, енді партия күрделі сияқты, мен оны түсініп тұрмын. Күрделі партия болғаннан кейін осындай шешімдерді уәзір H8 деген жүріс. Міне уәзір H8 бұл енді қиын күрделі жүрістердің бірі, қызықтыру әдісі деп аталады. Қызықтыру әдісі осы, қызықтыру әдісінің арқасында ғана нетесіздер. Амалсыз патша алады, басқа мүмкіндік жоқ. Бұлай алады, және сіздер деген натурамен F8-дегі пілді көзін жоясыздар, осымен мат жариялайсыздар. Қарсыласқа осындай матты жариялайсыздар. Міне осындай жағдай. Жақсы, егер де сұрақтарыңыз болса, бір-екі сұраққа жауап берейік. Қалған енді сонымен бір-екі сұраққа жауап беруге уақытым бар, өйткені ары қарай өз сабақтарым бар менің. Сұрақтарыңыз бар болса, енді мынау әлем чемпиондарын бәріңіз білесіздер деген ойдамын. Мынау
Вильгельм Штайниц, тұңғыш әлем чемпионы. Енді келесі ол Эммануил Ласкер, әлем чемпионы. Арғарай былай Хосе Рауль Капабланка, әлем чемпионы. Келесі бізде Александр Алехин, әлем чемпионы. Келесі ойыншы бізде ол Макс Эйве. Көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ па? Бұлай көрсетейік, бай. Макс Эйве деген әлем чемпионы. Арғарай Михаил Ботвинник, содан кейін Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский. Және келесі бөлмені көрсеткім келмейді, уже кішкене тәртіп жоқ, кішкене тәртіп жетіспей тұр жоқта. Соған байланысты ол бөлмені көрсеткім келмей тұр. Сонымен сұрақ бар болсақ, жауап берейік, сонымен осымен тікелей эфирімізді аяқтайық. Сұрақ жоқ, я? Онда жақсы. Онда аман, сау болыңыздар.